Бұл оразада имам Ғазали рахмахулла, Абу Хамид ал-Ғазали оразаны жалпы үшке бөліп қарайды. Үш санаттан тұрады дейді. Ораза дегеніміз ол біріншісі саумул умум, авамның оразасы дейді. Авам халықтың оразасы. Екіншісі саумул хусус, екіншісі сол авам халықтың ішінен іріктеліп шыққан ерекше бір қауым бар, соның оразасы дейді. Үшіншісі сауму хусусил хусус, осы іріктеліп шыққандардың ішінен де тағы іріктеліп шығатын бір қауым бар. Үшінші ораза осылардың оразасы дейді. Бірінші авамның оразасы дегенді былай түсіндіреді. Ол таң сәріден кеш батқанға дейін аш жүрген, екі шахуатынан ғана тыйылған адам дейді. Яғни тамақтан, ішіп жемнен және жыныстық қатынастан тыйылған, басқа нәрседен тыйылмаған адам дейді. Ашуланады, ашуланса аузына келгенін айтады, жұртпен ұрысады, ұрысқанмен ұрысып, жұлысқанмен жұлысады деген секілді. Оның қолы харамнан тоқтамаған, көзі харамнан тоқтамаған, құлағы харамнан тоқтамаған, тілі харамнан тоқтамаған, аяғы харамнан тоқтамаған. Бұл саумул умум, авам адамның оразасы дейді. Бұның мойнынан тек қана сол парызы ғана түседі. Парызы ғана түседі. Екіншісі саумул хусус, сол авамның ішінен ерекшеленіп бөлініп шыққан ерекше бір қауым бар, соның оразасы дейді. Ол жаңағы тыйылған шахуаттардан тыйылғаннан бөлек қосымша бүкіл ағза мүшелерін былайша айтқанда оразаға отырғызған. Бүкіл ағза мүшелері ораза оның. Көзі де ораза, өзі де ораза, қолы, құлағы, тілі, аяғы, барлық ағза мүшесі ораза. Яғни Рамазан айында харамнан толық тыйылады. Харам сөз сөйлемейді, харам нәрсеге көзін жұмсамайды, харам нәрсеге құлағын тоспайды, харам нәрсені қолдарымен істемейді және харам жерге аяғымен басып бармайды. Бұл саумул хусус дейді. Сол авам халықтың ішінен бөлініп ерекшеленіп шыққан бір топтың оразасы дейді. Үшінші ораза дейді, ол сауму хусусил хусус, сол топтың ішінен ерекшеленіп шыққан, ол сол Рамазан айында өзін толықтай Алла тағалаға арнаған дейді. Толық өзін Аллаға арнаған пенде. Бұл көбіне әулие кісілердің оразасы. Біз жоқ дегенде екінші санатқа кіруге әрекет қылуымыз қажет. Алла сақтасын, кейде бірінші санаттың кейбір сипаттары көрініп қалады бізде. Бұл адамның оразасынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның оның аш жүргенінен басқа еш нәрсе қалмапты деген хадисі бар. Мойныңыздан парыз түседі, бірақ сізге ешқандай сауап жазылмайды. Сізге мына хадисте Аллах тағала уәде беріп тұрған сауабы берілмейді. Себебі сіз Алланың тыйған тыйымдарынан тыйылған жоқсыз. Алланың бұйырған бұйрықтарын орындаған жоқсыз. Сол үшін сіз мына хадисте айтып тұрған топқа кіре алмай қаласыз. Аллах тағала баршамызды бұл бірінші қауымнан сақтасын. Бірінші қауымның оразасы Алланың құзырында, олар еш нәрсеге қол жеткізе алмайды. Алланың құзырында. Олардың мойнынан тек сол ораза парызы түседі, болды.